Мен мамандық тұлғасы, бейнесюжеттер байқауына қатынасушы Мұстафин Рахымбек Рафаэлұлы. Ғабижан Абылханов атындағы орта мектептің 9-шы сынып оқушысымын. Өрлік ауылынан шыққан талант иегері, актер Бекет Зейнуллин Серікбайұлымен таныстыратын боламын. Бұл мамандыққа қалай келдіңіз дейтін болсаңыз, енді бұл актерлыққа қызығушылық мектеп қабырғасында жүргенде басталды. Сол іс-шараларда, мейрамдарда, сол кездегі бауыржан шоулардың, басқа да бір театрлардың қойылымдарын қайталап жүрдік. Соларға еліктеп, кейін біз мектеп оқып жүрген кездерде Махамбет бабаның 200 жылдығы болған кездер. Сол кезде де Тәкен Әлімқұловтың шығармаларынан үзінді алып ойнап жүрдік. Сөйтіп сондай қызығушылықпен осы актер мамандығына келіп қалдық. Мамандықтың жеңілі жоқ қой, былай қарағанда. Қандай мамандық болса да, бізде енді көп ойлайды ғой, сөз жаттап алды, сахнаға атып шықты деп кейін киіп алды. Олай емес, өзінің де қиындықтары бар. Өзінің таңдаған кейіпкерінің мысалы, соның ауыртпашылығын, соның уайымын бәрін өзінің артында өткізуге болады. Сондай қиындықтар бар. Мамандықтың жеңілі жоқ негізі. Мамандықты қалай жақсы көресің дейсіз бе? Мамандықты әрине осы жол таңдағаннан кейін, өнер жолын, актерлік өнер таңдағаннан кейін әрине жақсы көреміз. Өте бауырмал, сондай көңілді орта, бір нәрсе көңіл күйің болмағанда, бір құлазып тұрғанда бәрін лезде ұмыттырып жібереді. Және бір спектакльде ойнап шығып, соны аяқтап, елдің алдына шығып тұрғаннан кейін, қошеметтен кейін, сол қиындықтың бәрі лезде ұмытылады. Сол үшін де осы мамандықты қатты жақсы көремін. Негізінде жақсы маман болу емес, жақсы адам боламын деп тырысу керек. Зейнуллин Бекет Серікбайұлы 1987 жылы Индер ауданы Өрлік ауылында дүниеге келген. Қали Досмағамбетов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің педагогика және өнер факультетінің актерлік бөлімін бітірген. Зейнуллин Бекет Серікбайұлы Қазақстан халқы ассамблеясының 25 жылдығына орай бірлік алтын медальмен марапатталды. Мәдениет саласының үздігі, Махамбет атындағы сыйлықтың иегері. Жүсіпбек Аймауытов айтқандай, мамандықтың жаманы жоқ. Бірақ бұның кез келгеніне де икемділік қажет. Тамақ асыраудың ғана жол емес, үлкен өнерді, жол шебершілікті қажет ететін нәрсе.